Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, саламатсыздар ма? Өзімді таныстыра кетейін. Мен осы Тамды ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы Жақыпбеков Ернар Серікбайұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Тамды ауылдық округі әкім аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газет және Тараз 24 телеарнасы арқылы хабарландырулар жеткізілген. Сондай хабарландыру тақталары Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы орган өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Енді осы орайда біз қоғамдық тыңдаудың хатшысын тағайындалсақ, хатшы ретінде Әмпиқұлов Алмас Момынханұлын қарсы емессіздер тағайындасақ, қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда келесі сөздің кезегін Тілеубаев Әділет мырзаға берсек. Саламатсыздар ма? Тамды ауылдық округінің Тамды ауылының тұрғындары. Біздің бүгінгі қоғамдық тыңдаудың өткізудің мәселесі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының экологиялық рұқсаты 31 желтоқсан 2025 жылы аяқталды. Соны қазір біз 26 жылдан бастап 35 жылға 10 жылға созып береміз рұқсатты заңды болу үшін. Енді мынау полигон туралы жалпы ақпарат айта кетсек, қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Тамды ауылдық округі аумағында орналасқан полигонның жалпы ауданы 3 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес көрсетілетін халық саны, Тамды ауылының халық саны 1299 адам деп берілген. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның оңтүстігінде 1045 метр қашықтықта Тамды ауылы орналасқан. Полигонның солтүстік жағынан Тараз-Қаратау бағытындағы автомобиль тас жол өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз арақашықтықта орналасқан. Аумақта шаруашылықты пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер мен жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы екі бөлікке бөлінеді. Бір бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер тығыздау жұмыстарын атқарады. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы көгалдандыру шаралары қарастырылған. Жерде санитарлық қорғау аймағының ауданы 1000 метр арақашықтық болу керек. Бізде ол 45 метрді құрайды. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераның ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 4,5 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,3 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 3,2 тоннаны құрайды. Бізде осы нормативтер 2026-дан 2035 жылға дейін есептелген. Бұл жерде өсім бойынша, халықтың өсуі бойынша 1% деп алынады. Соған байланысты бізде 2035 жылға дейін өсім көрсетілген. Қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Ол бойынша бізде полигонға түсірілетін қалдықтар түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар, күл қалдықтары. Барлығы жылына 26 жылға 517,125 тонна полигонға түсірілу көлемі қарастырылған. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары әзірленген. Ол жерде бізде қоршаған ортаға әсер ету мониторингі 90 сайын тұрақты жүргізіліп отырады. Көшеттер отыру және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары
жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар жағармайдың төгілуіне жол берілмейді. Экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіліп отырады. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары жүргізіліп отырады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыз болады полигон бойынша. Оның айналасында сонда талмен егіліп тұру керек. Соны айтып қойғандыру деп тұрды. Тал ауылға қарай бетіне, мысалы полигон мен ауылдың ортасында санитарлық қорғау аймағы жасалады. Жоқ, ол кейін бюджетте қарастырылады. Қазір бізде Талас ауданында коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленіп жатыр да. Сол жерде мероприятие бар. Сол жерде қаржы бөлінеді. Қаржы бөлінеді, содан кейін не етеді ғой. Ол кезде специально Талап береді, талап беріп, егіп, нетіп өздері жасап береді аға. Қазір сіздер өздеріңіз қаражатыңыздан талап етпейсіздер ғой. Бюджеттен қарастырылады, бөлінеді, ақша сол жерге егіледі. суда жоқ, неге жоқ. Негізі болу керек қой, ауыл мен полигон ортасында сондай ағаш, зеленый щит дейді ғой. Қайдан су жүйесі сосын? Оның барлығы сол жерде қарастырылады ғой. Құдық қазылады, су баратын адам кетеді, ол үшін бәрін етеді ғой. Біз енді жоба жасау керек деп көрсетіп кетеміз ғой енді. Әкімшілік Оларға Соны айтып өзіміз бар бекетін сияқты өзіміз. нет, ол сіздерге қаражат бөлінеді, сіздер уже ары қарай жұмыстарды атқарасыздар ғой. Еркін сол кезде тағы айта дегенсің жүр. Бағана егу жұмыстары, суғару жұмыстары, қарау жұмыстары. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, басқа сұрақ. Рахмет, ана. Қорытынды сол, Сонымен жиналысымызды қорытындылай кетсек, 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаға инвестицияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша хаттама жасалынып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Жиналыс